Силях беріңіз Қырымны қайтарайық. Украина президенті Исвичренің Давос шерінде өткерілген иқтисади форум черчевесінде Украинаның мақсады 2014 сенесінден берлі ишғал етілген бұтын топрақларны азат етмек олғанын айтты. Сенің алыбарыжысы Фарид Закари Украина президентіні оның Байденге силях бермесі иле бағлы рижасы ақында сорды. Бұна жауап оларақ Зеленский Украинаның керчектен де да фазла силяха ихтияжы олғаныны, ама ишгалжелерге өзлерінің Украинаның топрақларыны терк етмесіне имкан бергенні айтып кечті. Зеленскийнің қайд еткеніне көре, бұл Русия бе Украина арасындаки мұнасибетлеріні құртармай жақтыр, ама en azından аскерлерінің жанлары сақланacak. Це не намір, це наша земля, наша ціль деокупувати всі наші території. Крим є нашою землею, Крим є нашою територією, це наше море і наші гори. Дайте нам вашу зброю, ми повернемо нашу. Украина аскерлері Донбасста жебені тұтаве шарқи тарафтан керчеклештірілген штурмларны тоқтата. Украина баш штабында білдіргенлеріне көре тахминен 14 қасабаве кой янында Рус ордысының илерлемесі тоқтатылды. Жебенің en ағыр ноқтасы Маринка ве Белогиревка. Айнен мұнда Рус ишгалжелерінің эсас көветлері топланылды. Артиллерия тоқтамайып чалышаве ишгалжелер тарафтан яңы штурмлар керчеклештірмеге тырыша. Авдеевка ве Бахмут Юңелішінде аскер ве тыйжызат қызанмайып, Украина мұдафасыны еқмаға тырышалар. Ама бұны бақмадан ичбір муафақиетке ирышып оламайлар. Украина аскерлері шиддетлі қаршылық көстере. Айны заманда Украина ракетлері ве топлары ишгалжелеріні йоқ ете. Бойлеже Украина көветлері екі идаре мерkezini ишгалжелерінің топланған 5 районыны силях мағазларына ве муим ноқталарыны урды. Наша авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. В той же час збито ворожий гелікоптер К-52 та БПЛА «Мерлін ВР». Авропа парламенті тезден Путин ве Лукашенко үшін трибунал тізілмесіне чағырды. Бұның үшін 472 векел рей берді. 33 сүкінетіні сақлады ве тек 19 қаршылық көстерді. Резолюция мечбури олмаса да Украинада Русияның жинайетлеріні тетқиқат етмек үшін мақсус халқыра трибунал тізілмесіне чағыра. Авропа парламентінің фікірінже бойле трибунал халқыра жинайы махкеме структурасында бұйық боштықны толдырacak. Бұл трибунал садеже Владимир Путиннің тақып етілмесіні дегел, Русияның башқа идарежелеріні Русия тыжавузына ярдым еткен Александр Лукашенко ве башқа ақ Русияде озыны идареже деп илян еткен кишілеріні месулетке чекежектір. Резолюцияның айры маддесінде Русияның Украинаға берген зарарларының тазминаты үшін Русия активлерінің құланылмасы ақта язылған. Бұл қарарны Твиттерде Авропа парламенті лидері Роберт Мецола ізатлады. Наслідки війни Росії проти України величезні. Вбиті діти, жінки, чоловіки, сім'ї розбиті, зруйновані лікарні, зруйновані будинки, зруйновані школи. Сьогодні Європарламент закликає до термінового створення спеціального міжнародного трибуналу. Воєнні злочинці повинні бути притягнені до відповідальності негайно. Рус ишгалжелерінің апесханесінде бұлынған Қырым татар сияси мабюсы Джемил Гафаровның сағлығы жидді шекілде феналаша. Қалбе ағыра көксінде янмаларыны есете. Бұна бақмадан апесханечілер 60 яшындаки Қырым татарына тибби ярдым берілмесіні редете. Бұл ақта өмір арқадашы Разия ханым айтып берді. О Джемил Гафаровны тезден хастаханеге кечірмеге чағыра, чүнкі күн-күнден вазиеті ағырлаша. Сияси мабюсының даими бобрек етмессізліге хасталығы мевджут. Гененде проблемлер мейданға келді. В условиях неволи это очень тяжело сделать. Если СИЗО не окажет определенную помощь, если
он не будет получать должного лечения, должного обследования, то это может быть уже тотальным конец. Адвокат Эмиль Курбидиновның айтқанына көре кеченлері Джемил Гафаровны зиярет етті. Саяси мобюз зорнен аяққа тұрды. Бұндан евелісе 2 hafta ерінден турамады. Адвокатның сөзлеріне көре Гафаров критик вазиетте чықарылған үкімден соңра алыдады финалашты. Малюм олғаны кебі işgalciler ona 13 yıl hapis cezası hükümünü çıkardı. Джемил Гафаровны дигер саяси мобюслер Сервет Газиев, Эрфан Усманов, Сиран Муртазави, Алим Керимовнен берабер сөзде терроризмде ve Rusия iqtidarını zapt etmekte kabatladılar. Борис Джонсон энді Киевле. Бүйік Британияның сабық баш назиры бұқыбы ярлықны Давоста өткерілген иқтисади форум черчевесінде Киев идаререйсі Виталий Кличконың елінден алды. Украинлелер она Джонсонюк сой адыны берген соңра Борис Джонсонның бұқыбы тақдирленмесі қарарыны Киев шурасы кечкен сенен ноябрь айында қабыл еткен еді. Кличконың айтқанына көре, бұл тақдир бұтын украинлелерінің адындан бүйік дестек көстергені үшін беріле. Бүйік Британияның сиясетчісі Украинаны заферге қадар дестеклейжегені қайдетті. Бұнен берабер бұтын иттифақдашларына керек олған эпосы силахларына танк, түфек, учақ ве иқтисади дестек бермеге чағырды. А це моя перепустка. Мій квиток до київського метро. Я лише хочу сказати, яка це честь для мене. Вперше я зустрівся з паном мером багато років тому, коли сам був мером Лондона. Він тоді прийшов і запросив мене до Києва. І я приїхав, коли став міністром закордонних справ. Я гуляв вашим чудовим містом. Я спілкувався з багатьма українцями і тоді зрозумів, що якби Путін був настільки божевільним, щоб вдертися до України, то українці битимуться і переможуть.